Бүкіл бақыланатын әлемді бір ғана математикалық теңдеумен сипаттамақ болдыңыз делік. Дайын. Мақұл, бұл теңдеуде гравитация және кейбір ұсақ тектер жоқ. Бірақ бұл теңдеу асқан дәлдікпен жердің неден құралғанын, күнді не жарқыратып тұратынын, бізге тыныстауға, дәм сезуге, көгалды тегістеуге, жаруға, интернеттен видео көруге не мүмкіндік беретінін сипаттайды. Бәрі бір теңдеуде. Және ол қарапайым ғана стандартты модель деп аталады. Себебі физиктер адамзатқа белгілі ең дәл ғылыми теорияны ашса да қарапайым болып қалады. Ендеше әлем өте үлкен нәрсе, мүмкін тіпті шексіз үлкен. Сондықтан оны түгел сипаттауға жалғыз теңдеу әрине жеткіліксіз. Ал стандартты модель неге сонша қарапайым? Жаңа бастағандар үшін бұл рецептке көбірек ұқсайды. Бәліштің рецепті сіз ұн илеуді, жұмыртқа жаруды, пеш салу мен бидай өсіруді біледі деп жобалайды. Сол сияқты бұл теңдеуде сіз жолдар бойынша интегралдарды, калибрлеу теорияларын, тағы басқаларын біледі деп санайды. Сөйтіп ол бір қарағаннан гөрі күрделірек. Ал неліктен әлемді мұншалықты аз ғана математикалық ережелер жиынтығы басқарады? Бұл күрделі сұрақтың жауабы жоқ, бірақ мәліметтер көрсеткендей, математика ғарыш тілі болып табылады. Бірнеше элементар бөлшектерді алып, үлкен энергиямен бір-біріне бағыттайық, және бам! Ұшқындар шашылғанда, стандарт модель от шашуды өтірден кейінгі 12-ші таңбаға дейінгі дәлдікпен сипаттап береді. Қалай болғанда алдағы бірнеше видеода стандартты модельді құрайтын нәрселердің бәрін түсіндіріп береміз. Олар кванттық өрістер, іргелі күштер, кварктар, глюондар, нейтрино және әрине Хиггс өрісі. Бұл өршіл міндет, және сіздер бұған дайын деп сенемін.